Сәлем достар, біз бүгін үй жағдайында жасалатын сорпа жасайтын боламыз. Өте тойымды сорпа. Міне өздеріңіз көріп тұрған ингредиенттеріне жасалады. Мен алдымен ноқатты жақсылап қайнаған суға құйып, қазанға 30 немесе 1 сағаттай 30 минут 1 сағаттай қойып қойдым. Ол қайнау керек, жақсылап пісу үшін қажет болады. Сөйтіп мына табаны, яғни сковородканы жуып қойған болатынмын. Сол жуылған суы газге кетіп кебу керек. Сосын менде мына жарты болгар бұрышы бар, сосын пияз бар. Томат, жұмыртқа, осы жұмыртқадан қалағанын саламыз. 4 жұмыртқа жетеді. Сосын тұз, дәмдеуіш және де ақмай, ролтон. Осылар керек болады, және қайнаған су қосымша. Тағы да қайнаған су қойып қоя бергендеріңіз дұрыс. Содан кейін осылай жақсылап тұрып, олардың барлығын турайтын боламыз. Бір пиязбен осы болгар бұрышын тураймыз. Үйде бар заттармен жасаймыз ғой. Сосын осылай турағаннан кейін ақмай құямыз. Ақмайды құйғаннан кейін бұл қызып, жаңағы газ қызуын күтеміз. Қызғаннан кейін ол қызарады. Қызарған кезде біз оны араластырып тұрамыз, қатты қызып күйіп кетпеу үшін. Соны сәл күтетін боламыз. Газдың де қызуын. Міне менде қызған, сол қызғаннан кейін мен томат қосып жібердім. Томат бір ас қасықтай керек болады, қызару үшін, әрине, қызарып шығу үшін. Енді келесі бізде этап не? Келесі этап әрине оның қызарғаннан кейін кішкене су құйып жібереміз осылай. Ол барлығы бірге жанасуы қажет бір-біріне, содан кейін ол жақсылап тұрып қоюлана бастайды кішкене. Одан соң мен 4 жұмыртқаны салып, осылай жарып қойдым. Барлығын бірге араластырып жібердім, бірақ оны тез-тез араластырып тұрасыздар. Қоюланып кетпеу керек, астына жабысып қалмау керек. Тез-тез араластырып тұрғаннан кейін, сосын сәл араластырып тұрып, сосын салып жібересіздер осы ноқатты суға. Содан кейін осылай шығады. Енді бұның піскенін, барлығы бірге піскенін күтетін боламыз. Жақсылап пісу керек, әрине. Содан кейін менде шығатын сорпаны бірге көретін боламыз. Қандай сорпа шығатынды өздеріңіз көріп тұрған шығарсыздар деп ойлаймын. Оның түрі де жалпы сыртқы беті қатты керемет деп айта алмас едім, дегенмен де ол тойымды тағам жағынан адамға нәр беретін, күш-қуат беретін қасиетке ие, және ол сіздерге өте үлкен тойымды тамақ болып табылады. Ішінде ноқат болған үшін. Үйде нан болмаған жағдайда, сондай бір жағдай болып қалса, осылай жасауға болады. Міне осылай болып шықты, достар. Каналға жазылып кеттіңіздер. Одан кейін міне мендегі дайын болған сорпаның түрі осындай.